Language focus have got affirmative negative questions and short answers. Бүгінгі тақырып have gottың болымды, болымсыз, сұраулы және де қысқа жауаптары болмақ. Бірінші жаттығуда не істеу керек? Бізде 4 кесте берілген болымды, болымсыз, сұраулы және де қысқа жауаптар деп. Астында 8 сөйлемді осы 4 кестеге бөліп орналастыру керек болады. Екінші жаттығуда астында 6 сөйлем берілген. Осы 6 сөйлемді негативті, яғни болымсыз сөйлемдерге айналдыру керек. Ол үшін біз бокстың ішіндегі haven't пен және hasn't кодты қолданамыз. Бірінші, my brother has got a car. Менің ағамның машинасы бар. Енді менің ағамның машинасы жоқ деп қалай айтамыз? My brother hasn't got a car. Екінші, Mrs. Hubert has got a dog. Mrs. Hubert'тің иті бар. Ал Mrs. Hubert иті жоқ деп айтатын болсақ, Mrs. Hubert hasn't got a dog. Үшінші сөйлем. I've got a big family. Менің үлкен отбасым бар. Менің үлкен отбасым жоқ деп айтайық. I haven't got a big family. Төртінші. My parents have got a big house. Менің ата-анамның үлкен үйі бар. Енді жоқ дейтін болсақ, my parents haven't got a big house. Менің ата-анамның үлкен үйі жоқ. Бесінші. You have got a big bedroom. Сенің үлкен жатын бөлмең бар. Ал жоқ болатын болса, you haven't got a big bedroom. My friends and I have got bicycles. Менің достарым мен менде велосипед бар. Енді жоқ деп айтатын болса, my friends and I haven't got bicycles. Үшінші жаттығуда дұрыс сөздің табуымыз қажет. Қара сөзбен жазылған екеуінің біреуін таңдаймыз. Біріншісінде, she болғандықтан has'ды қолданамыз. She hasn't got a brother. Екіншісінде, have you got my computer болады. Үшіншісінде, my friends have got mobile phones. Төртіншісінде, your dad, сенің әкең. Үшінші жақта болғанға has'ды қолданамыз. Has your dad got a dark hair? Бесіншісінде, we haven't got sport every day. Алты, how many cousins has she got? Төртінші жаттығуда отбасының 2 суреті берілген. Бұл суреттен 8 айырмашылықты табу керек. Have got'тың болымды, болымсыз сөйлемдермен жасай отырып. Бесінші жаттығуда астында берілген сөздерді пайдалана отырып, have got пен бірге сұраулы сөйлем жасау керек және де жауап қайтару керек болады. Алтыншы жаттығуды қалай жасаймыз? Ол 5-ші жаттығуда берілген көкпен боялған сөздердің орнын ауыстыра отырып сұрақ қойып, оған жауап қайтарамыз.